Адамның қайсысы жақсы? Түпсана кітабынан үзінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде дүниеде 4 түрлі адам болады дейді. Біріншісі, білімді де, байлығы да бар. Ол біліміне амал қылады, байлығынан садақа береді. Туысқандарымен жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл адамдардың ең жақсысы. Екіншісі, білімі бар, бірақ байлығы жоқ. Ол білімді болғандықтан, егер менің байлығым болғанда, жақсы істерге жұмсар едім деп ниет қылады. Жақсы ниетімен бірінші адам жеткен дәрежеге жетеді. Үшіншісі, байлығы бар, бірақ білімі жоқ. Білімсіздіктің кесірінен малын тура жолға емес жұмсайды. Туғандарына қайыр садақа қылмайды, зекет бермейді. Бұл ең төменгі дәрежедегі адам. Төртіншісі, байлығы да, білімі де жоқ адам. Білімсіздіктің кесірінен менің байлығым болғанда, анау адам сияқты жаман жолдарға жұмсайтын едім деп ниет қылады. Бұл адам жаман ниетімен төменгі дәрежедегі адамға ұқсап қалады. Осы адамдар тобының алғашқысынан болайық.